Баршаңызға ассалаумағалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте қызықты, ерекше форматта влог түсірмекшімін. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал уже приключение басталды. Мына жаққа бұрылу керек маған, бірақ қармен жабылып тұр. Айналып барым керек енді. Айбай, бисмилля. Яғни бүгін біз қонаққа келдік. Қазір ішіне кіреміз. Мен айғайлап, Асема деп тұрсам, маған домофон қазанда дейді. Ой, қандай әдемі. Уютно. Қатып қалды алып. Бүгін Асеманың ас үйіндеміз. Қандай рецепт ұсынасың? Біз бүгін медовик тортын пісіреміз. Ал, ендеше кеттік. Компаниясының амбадосы. Асема Kenwood компания. Болды. Соберись. Асема Kenwood компаниясының амбассадоры болып табылады. Сол үшін бүкіл тамақты, тәттілерді Kenwood комбайнмен жасайды екен. Біздің Kenwood Cooking Chef XL'дің ең керемет айырмашылығы, бұл жерде сразу встроенный весы бар. Бізге 120 грамм құмшекер керек. 120 граммды бөлек ыдысқа салмайық. Неге құйып? Чашаға құйып, сразу өлшеп алуға болады. 120 грамм бал керек. Ары қарай майымызды салып аламыз. 120 грамм. Бізді маргаринді қолданбаған жөн. Енді қараңыздар, тағы да бір керемет айырмашылығы басқа осындай машиналардан. Бұл машинада уже встроенный индукциясы бар. 180 градусқа дейін бұл машина қызалады. Сол біз қазір индукцияны қостық, 180 емес, 110 градусқа қосамыз. 110 градусқа қосып, минимальный смешиваниені қосамыз. Сол кезде машина өзі қызып, өзі араластырып тұрады. Енді тек қана ерігенін күтеміз. Қамырын жай плитаға да дайындауға болады. Ол үшін кастрюльді орташа отқа қойып тұрып, үнемі араластырып тұрып, жаңағы 3 ингредиентті ерітіп аламыз. Майымыз бен балымыз бәрі бірігіп, еріп, керемет. Көшті болды. Біз енді машинамызды тоқтатпай, содамызды қосып аламыз. Соданы қосқаннан кейін массамыз үлкейіп, аппақ болып, плотный бола бастайды. Осылай бір 2 минуттай араластырып аламыз. Индукциямызды, скоростымызды өшірмейміз. Осылай содасымен бірге қыздырып, араластырып аламыз. Ендігі кезекте индукциямызды өшіріп, смешивание ғана қалады. Машинамызды қосып, қайтадан жұмыртқамызды қосамыз, біртіндеп. Асып тұрады, е? Мынау массамыз ыстық күйінде прям жұмыртқаны құя береміз. Бірақ астын өшіп тастаймыз, е? Астын уже қызуын өшіп тастаймыз. Тек қана араластыруын қоссақ болады сәл. Плитада да сондай, е? Иә, плитада да сондай. Астын өшіп тастаймыз. Астын өшіп тастап, плитадан алып, жұмыртқасын қосып, сразу араластырып алып. Ендігі кезекте ұнымызды қосамыз. Ұннан бізге 450 грамм керек. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйық болады, ыстық болады. Енді осы қамырды пленкаға салып, холодильникке жібереміз.
Қамырымыз 3-4 сағаттай холодильникте жатып, осылай қоюланып, жұмыс жасауға ыңғайлы болды. 1 килограмм болды. Қамырды енді біз 5-ке бөлеміз. 21 диаметрде 5 корж болады бізде. Негізі мына қамыр түнімен жатса холодильникте, сол кезде жақсы қатады. Бүгін сәл аздау жатып қалды. Бәрін осылай домалақтап, күшті дайындап алдық. Жайғанның алдында жақсылап тұрып, астына, үстіне ұн сеуіп аламыз. Қойып, тағы да бетінен ұн сеуіп қоямыз. Сосын жайған уақытта қатты баспай, жай-жайден басып өстіп, айландырып тұрып жайсаңыздар, сол кезде неше түрлі бұрыш болмайды. Мына кесілгеннен қалғанын қазір жинап аламыз. Үстіне әрлегенге вырубка жасап, печенье жасаймыз. Шанышқымен тесіп аламыз. Не үшін? Тестамыз, қамыр піскен кезде көтеріліп кетпес үшін, ондай пузырлар пайда болмас үшін. Неудобный сұрақ қойдың ба? Иә, жоқ, негізі осындай бір спокойный неде түсіру керек еді, официально. Қандай үлкен? Духовка нестандартная, 90 сантиметрлік. Астында пятналар, кетпейтін пятналар өзім кетіп алған жироудалительмен. Қараңыздар, жаңағы тонкий қамырымыз осылай көтеріледі екен. Не жасап жатырсыз, Әсем ханым? Қазір біз печенькалар жасап жатырмыз әрлеуге. Жаңағы шетін кескен қалдықтардан. Өткенде жаңа жылда осындай балаларға осы қалдық тесталар беріп қойған медовиктің. 3 медовиктің несін істеген. Тестасын. Көп шықты да. Соны балаларға беріп қойған, мына іште істеп отырсын деп. Печенькалар осындай. Это же бесконечно. Қала береді ғой бұл. Аха. Бесконечно деп. Енді крем жасауға кірісеміз. Ол үшін біз 500 грамм творожный сырды, творожный сыр мен сахарный пудраны езіп аламыз. Бір келкі араласқаннан кейін сливкемізді қосамыз. Нағып, мен соны аламын бір. Сондай қатты қоюдан қорқу керек. 600. Нағып? Ақып кетеді ол. Кез келген насадкамен кондитерский мешоктың ішіне салып, қазір осының ішіне кремді салып, тортты жинаймыз. Енді тортты жинайды дейін ба? Подложкаға осылай крем жағып аласыздар. Әсем ханым орнына өзім айтып жүрейін. Сен айта берсеңші, торт жылжымас үшін мен істей берейін. Әрлеуін өз қалауыңызша жасайсыздар. Бізде өзіміздің бақшадан шыққан
мынау замороженная малина. И сосын голубика свежая. Әкел. Қатырамыз бұлай қозғалту керек. Бәрі бір жаққа қарап тұрсын. Таласып тұрған дей ма? Мінекей тортымыз дайын, қандай әдемі, Асеманың өзінің вкусы. Рецебі видеоның астында описанияда жазылған, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видеоға түскеніңіз үшін сізге алғыс айтамын. Рахмет. Осындай әдемі кастрюляны сізге сыйға тартпақшымын. Өзіңіз ашып қарайсыз. Қандай күшті. Кереге дүкенінен. Енді рамен пісіру керек болды. Мындай стеклодан жасалған кастрюля. Жаропрочная, да? Нағыз сіздің. Қараңыздар, қандай керемет, рахмет.